Қайырлы кеш, Жамбыл Инфо көрермендері, бүгін біз шарапасын айту жобасын жалғастырып, кімнің үйіне келдік? Дәл бүгін біз өңірімізге есімі етене таныс Батырбек Құлекеев ағамыздың ақшаңырағына арнайы ат басын бұрып тұрмыз. Ендеше кеттік. Жастардың келешегі зор болсын, еліміздің алдағы үлкен болашағын жасайтын осы жастар сендерсіңдер. Сондарға сендерге үлкен болашақ тілеймін. Бүгін біздің үйге жарамазан айтып келіп отырсыңдар. Қабыл болсын, бұл ата-бабамыздан келе жатқан үлкен дәстүрлер. Қазақтың ата дәстүрін біз ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруымыз керек. Жас бала болсын, еңбектеген баладан еркеген үлкен қарт кісіні ешкім үйден құр шығармайтын болған, қол үйден құр шықпа дейді. Сондықтан сендер келіп арнайы кішкене сый сияпат дайындадық. Мына Диана сіңліме әдемі болып жайнап жүре бер. Бүгінгі осы Рамазан айының соңғы күндері келіп жатсыңдар. Осы айда елімізге дәулет, әріптесі берекелі болсын. Қазақтың үлкен кісілері ауырмасын, жастар шығар тауы биік болсын. Қазақстан ең бай, бақуатты, іргелі, берекелдің бірі болсын. Айтқаныңыз келсін аға. Бүгін біз Батырбек ағамыздың шаңырағында болдық. Ағамыздың өнегелі әңгімесін тыңдап, жеңгеміздің дайындаған тәтті тағамдарынан дәм таттық. Жобамыз осымен аяқталып отыр. Келесі Рамазанға дейін аман есен жете берейік.